Қайырлы күн балалар. Біз сіздермен ары қарай оңтүстік жартышар материктерінің табиғат зоналарын жалғастырамыз. Сонымен бірінші оңтүстік жартышар материктерін жіктеп алайық, иә? Әрине, бірінші ол оңтүстік Америка. Бұл материктердің барлығы білеміз Гондванадан бөлінген. Екінші ол Африка құрлығы. Үшінші Аустралия. Төртінші Антарктида. Бұл төртеуі Гондванадан бөлінген оңтүстік жартышар материктері. Яғни бұл төрт материктің табиғат зонасының қандай ерекшеліктері бар екен. Жалпы Африка құрлығының 96%, оңтүстік Американың 81%, Австралия құрлығының 75% балалар экватор мен тропиктік аралығында жатыр екен. Ал енді осы үш материктің біз қазір табиғат зоналарымен танысайық. Әрине Антарктида материгі кішкене ерекшелеу болады. Сонымен бірінші оңтүстік Америка. Жалпы оңтүстік Америкадағы табиғат зоналарын балалармен жіктеп өтейін. Біз оларды өткен сабақтарда да айттық. Сонымен сіздердің естеріңізде болар деп ойлаймын. Бірінші, ол ылғалды экваторлық ормандар, оны Гумбольдт-Гилея деп айтқан. Осы ылғалды экваторлық ормандардағы қалың ну орманды балалар жергілікті халық сельвас деп атайды екен. Екінші, ауыспалы ылғалды муссонды ормандар. Үшінші, саванналар мен сирек ормандар. Балалар, оңтүстік Америкада Ориноко саваннасын Лианос, Бразилия саваннасын Кампас деп атайды екен. Келесі, субтропиктік қатты жапырақты мәңгі жасыл ормандар мен бұталар. Жалпақ жапырақты ормандар, субтропиктік далалар. Оңтүстік Америкада субтропиктік дала зонасын балалар Пампа деп атайды екен. Шөлейт пен шөл зонасы. Осы зоналардың барлығы оңтүстік Американы кесіп өтеді, ендік бағытта. Ал енді материктің батыс бөлігін бойлай жатқан Анд тауы бар екен білеміз, яғни солтүстіктен оңтүстікке дейін 9000 километрге созылып жатқан Анд тауының табиғат зонасына тоқталайық. Жалпы төменгі бөлігінде жағалық шөл, Атакама шөлі орналасқан, Жалпы Анд тауында эндемиктерге өте бай екен. Ол жерде викуня, гуанака сияқты жабайы түйелер, сондай-ақ жалпы күнделікті сол жердің халқы пайдаланатын лама, альпака сияқты, кәдімгі лама сияқты жануарлар, сондай-ақ тау тапирі, көзілдірікті аю, сондай-ақ терісі бағалы кеміргіш шиншилланы айтуға болады. Және Анд тауының символы балалар кондар мен жыртқыш құс және лама екен. Бұл жерде Анд тауында сондай-ақ мәдени өсімдіктер, яғни картоп, мақта, жүгері сияқты мәдени өсімдіктерді кездестіруге болады. Жаңағы зоналар бойынша халықтың тұтынуға керекті өсімдіктері, Және Анд тауында соқыр тұманды гаруан деп айтады екен. Яғни жергілікті халықтың тілімен мен біраз терминдерді айтып бердім. Сельвас, Гилея, Пампа, Лианос деген табиғат зоналарының атауын. Бұны оңтүстік Америка бойынша біліп алуымыз қажет екен. Яғни біз сіздерді Анд тауы төменгі белдеуінен басталып, жоғарғы ол жерде шалғынды далаларды балалар парамыс деп атайды екен. Бұл терминдердің бәрін сіздер оқулық материалынан көруге болады. Келесі Африка құрлығы бойынша айтатын болсақ, жалпы табиғат зоналары экватордан солтүстікке және оңтүстікке қарай ендік бағытта симметриялы орналасқан екен. Ал қандай табиғат зоналары кесіп өтеді? Ол ылғалды экваторлық ормандар,
ауыспалы ылғалды орман, саванналар мен сирек ормандар. Балалар, Африка құрлығында саванна туралы ерекше айтуға болады. Ол басқа материктер сияқты ерекшелік жасайды, ұқсамайды, және ең көп 40% алып жатқан Африканың осы саванна зонасы екен. Жалпы топырағы құнарлы саваннаның ауыл шаруашылығына пайдаланады. Ол жерде мақта, маниок, арахис, цитрус өсімдіктерінің барлығы өседі екен. Бірақ балалар, нәтижесінде жаңа көптеген ауыл шаруашылығына пайдаланудан бізде саванна өзінің жаңағы көлемін азайтып шөлге айналып бара жатыр екен. Яғни Сахараға қарай 650 километр квадрат ілгерілеп бара жатқанын айтуға болады. Жалпы саваннаның сақтап қалу мақсатында ол жерде Серенгети, Киву, Вирунга, Кагера сияқты ұлттық саябақтар құрылған екен. Яғни Африканың саванна зонасын сақтап қалу мақсатында. Одан кейін тропиктік шөл зонасын айтсақ болады. Бұл жерде үлкен тропиктік шөл Сахараның сол зонада орналасқанын айтуға болады. Және оңтүстіктегі шөлде Велвича сияқты 2000 жыл өмір сүретін Велвича өсімдігін де айтып кетуге болады. Одан кейін субтропиктік жерорта теңіздік қатты жапырақты ормандар мен бұталар кездеседі екен. Яғни жаңа оңтүстік және солтүстік жартышарда ол симметриялы орналасқандықтан бұл зоналардың барлығы қайталанып істейді, отырады екен. Бұл Африка құрлығы сияқты болған ақпарат. Енді Австралия материгі туралы айтатын болсақ, біз бұл Австралия материгін балалар эндемиктер материгі деп атаймыз. Неге? Өйткені бұл жерде өсімдіктің 75% эндемик. Ал жануарлар дүниесінің 90% эндемик екен. Эндемик дегені, яғни сол жерге ғана тән. Соның ішінде эндемик өсімдіктерді айтып өтетін болсақ, ол эвкалипт ағашы мен казуарина ағашы. Ал енді жануарларының ішінде ол кенгуру, үйрек тұмсық, эхидна сияқты жануарлар осы тек Австралия құрлығына тән деген сөз. Қандай табиғат зоналары кесіп өтеді? Олар тропиктік шөл мен шөлейт. Көп бөлікті алып жатыр. Бұл жерде тасты шөлдер деп атамыз, яғни кристалды жыныстардың қалдықтарынан қалған тауларды айтамыз. Сазды шөлдер дегеніміз ойпат немесе көл айналасындағы шөлдерді айтамыз. Қалған бөліктерін құмды шөлдер деп атаймыз екен. Жалпы бұл жерде тағы саванна мен сирек ормандар, Австралияның да саваннасы өте жаппай жыртылған болып саналады. Сондай-ақ біз шығыс бөлігінде ылғалды тропиктік ормандар және ылғалды субтропиктік ормандарды кездестіруге болады. Жалпы Австралия материгінде үлкен тосқауыл рифі, Какаду және Улуру сияқты ұлттық саябақтарды айтуға болады. Ал енді эндемиктер материгі деп жатқандықтан Австралия материгінің балалар елтаңбасында ему түйеқұсы мен кенгуру бейнеленген. Яғни сол жерге ғана тән деп айттық, және олардың күміс ақшасында эхидна, үйрек тұмсық және лира құйрықтың суреті бейнеленген екен. Яғни олардың өздеріне тән ерекшеліктері деп айтып өтуге болады. Сонымен біздің соңғы материк, яғни оңтүстік полюсте орналасқан Антарктида материгі. Антарктида материгі антарктикалық және субантарктикалық белдеудегі, яғни антарктикалық шөл зонасы қалыптасқан екен. Оңтүстік поляр аймағында орналасқан, қалың мұз жамылғысы басқан, өсімдіктер жамылғысына өте кедей, ал жануарлар дүниесі бойынша жалпы итбалықтардың ең ірісі теңіз пілі, немесе Антарктиданың шеткі жағалауындағы теңіз арыстаны сияқты жануарды, көк китті айтуға болады. Және сондай-ақ Антарктидада тіршілік ететін пингвиндердің саны 17 екен. Олардың ішінде Аделий пингвині ең көп тараған болса, император пингвині ең үлкен, салмағы үлкен пингвин болып есептелінеді екен. Сондай-ақ
бұл жерде кашалот, аса ірі жыртқыш кашалоттарды айтуға болады екен. Өте көптеген құстардың да түрлері бар екен. Дауылпа, шағала, альбатрос сияқты құстарды айтуға болады. Жалпы Антарктида бейбітшілік материгі. Ол жерде көптеген елдердің бақылау станциялары бар. Сондай-ақ ол жерге қазіргі уақытта туризм өте жақсы дамыған. Ол жерде кез келген адам барып, табиғатын, әсемдігін көріп, тамашалауға болады екен. Жалпы бүгін біз сіздермен Гондванадан бөлінген оңтүстік Америка, Африка, Австралия және Антарктида материгінің табиғат зоналар, яғни өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің ерекшелігін қарастырдық. Жалпы мен сіздерге түсіндіріп өттім, мұқият болыңыздар. Ал енді жіктеп, өздеріңіз дәптерлеріңізге жазып, міндетті түрде табиғат зоналары картасымен жұмыс жасасақ, тақырыпты тез түсініп алуға болады. Мен сіздермен қоштасамын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Келесі кездескенше.